Құрметті әлеуметтік желі тобын пайдаланатын замандастарым, мен бүгін сіздермен бірге абайша толғанып, абайша ой қозғап, азды көп өз пікірімен бөліскенді жөн көріп отырмын. Әлемде дамыған мемлекеттер өздерінің туып өскен дара тұлғаларының нұсқаған жолын мемлекеттік идеология көзіне айналдырып алдыңғы қатарына шыққанын көріп те, естіп те жүрміз. Мәселен, Конфуций нұсқаған жолды Қытайлар мемлекеттік идеологияға айналдырғалы қашан? Гетенің нұсқаған жолды немістер мемлекеттік идеологияға айналдырғаны қашан? Қазақта тамаша сөз бар, ештен кеш жақсы деген. Біздің Абай туралы көзқарасымызда мемлекет басшымыз Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан мақаласы исі қазақтың бойына қан жүгіртіп, ойымызды түбегейлі өзгертті. Бұған да тәубе. Абайдың шығармаларын оқып отырып, оның кез келген астарынан адам деген даңқың бар деген өзіңмен мақтануға үндейді. 65 жылы Абайдың Мұқағали Мақатаевтың арнау өлеңінде болашаққа қазақ Абай болып аттанам деген әдемі ойы бар. Міне, содан бері 50 жыл. Қазақта тамаша сөз бар, 50 жылда ел жаңа дейді. Біз болашаққа Абайша қаншалықты аттай алдық. Абайдың тамаша сөзі бар, естік кісілермен тең дәрежеде тұрған кезде өзіңе есеп бер дейді. Біз есті кісілердің қатарында қаншалықты интерестер алдық. Есті мемлекеттермен қаншалықты тереземіз тең сұхбаттаса алдық. Абайдың 43-ші қара сөзінде адамның негізі бірі тәннен, бірі жаннан дейді. Осы жан мен тәннің орталығындағы қажеттіліктің қайсысы жәбейіл, қайсысы кәсіби екендігін ажыратып білу керек дейді. Адамның ішіп жемі, мұның да басы жәбейіл, ұйықтау да жәбейіл. Аз ба көп пе білсем деген, ұқсам деген, үйренсем деген, танысам деген арзу тілектердің де басы жәбейіл. Ал ақыл мен ғылым бұл кәсіби. Адам баласының еркінен тыс тән қажеттілігінен, яғни тән қуаты сияқты нәрселермен жан қуаты сияқты рухани дүниелерді Абай екеуін салыстыра отырып суреттейді. Міне, дүниені тану қарапайым түсініктен басталады. Осының өзі жәбейіл. Бұл жүре келе жан қуаттылығына ұласып, адамның адамшылық деңгейіне көтерілетіндігін айтады. Абай 19 ғасырдың өзінде рухани жаңғыруды шыңына жеткізіп, жырлап, жазып та кеткен ақын. Пайда ойлама, ар ойла деп, жамандық, жақсылық жасауға келген кезде жаны жат, жамандық жасауға келгенде жанып түсетін надандардың көзін қойып, көңілін ашумен мақсат етті. Бүгінгі заман қас-қағым сәтте өзгеріп жатыр. Кешегі 20 ғасырға технология заманы деп, бүгінгі 21 ғасырға ғылым мен білім заманы деп айтар тақсақ та, адамзат баласы небір сұмдықтарды көз алдына өткізіп жатыр. Абай айтпақшы, әлсіздің сөзін салғыртсып, шалағымны қырындап деп, қара күш иесіне боласың ба? Әлде бар малыңды шығындап, болыс боласың ба? Мүмкін күштілерім сөз айтса, бас емеймін, ізеймін шыбындап деп, жағымпаз боласың ба? Қайтпек керек. Адам санасында шатысқан сансыз сұрақтар, жауаптары жоқ. Жол нұсқайтын адамының сиқаны Абайша айтсақ, өзі де ермей, өзгелерді де ерітпей. Енді осыларға біз бәріне Абайша жауап беруіміз керек. Абай 7-ші қара сөзінде айтады, дүниенің көрінбейтін және көрінетін сырлары бар дейді. Осы екеуін қатар меңгеру керектігін айтады.
15 ғасырдың өзінде батыс Европа осы дүниенің көрінетін және көрінбейтін сырларын шетке сырып қойып, көрінетін сырларына жете назар аударды. Адам сенгісіз ғылыми жаңалықтарға қол жеткізді. Бірақ осылардың бәрі де түптеп келген кезде адамның тәніне қызмет істеп кетті. Ақыл тәнге қызмет істеп кетті. Абай айтады, адамның болмысы тәннен, жаннан, ақылдан тұрады. Тән ақылдың сұранысына қарай қызмет істемеу керек, жанның қажеттілігіне қарай қызмет істеу керек. Абай айтады, атымды адам қойған соң қайтып надан болайын дейді. Міне осы адам болу үшін суық ақылды нұрландырып, суық ақылды толықтырып, сәулеге, ақылға сәуле қондырып, ғалым дәрежесіне шығу керек. Абайдың өзі айтады, ақылға сәуле қонбаса хайуанша жүріп күн өтпек дейді. Батыс Европаның ғалымдары бүгінгі таңда өздері жүрген жолдың қате екендігін қазіргі таңда мойындап отыр. Кезінде Мағжан Жұмабаев айтты ғой, күн батысты қараңғылық қаптаған, күні батып жаңа таң атпаған, түнеріп жүр, түннен туған перілер тәңірсін аяғына таптаған дейді. Міне, бүгінгі күндегі ғалымдардың бәрі де осы бұрынғы өздері ұстанған жолдың қате екендігін, өздерінің жаңылысқандығын айтып отыр. Кезінде Эйнштейннің өзі де ғалымдар жаңалық ашпайды, олар Құдайдың айтқандарын ортаға шығарушылар дейді. Гетенің Фауст шығармасы бар, мынау кемел адам деп аталады. Сол шығармасында Қожа Ахметті өзіне ұстаз тұтқандығын, міне осы Фауст шығармасы шыққаннан кейін Европада ол гений атанды. Мәшһүр Жүсіптің тамаша сөзі бар. Өтіпті талай жақсы бұрын бізден, біз адастық солардың салған ізден. Өзгеге өкпе айтудың қажеті жоқ, не көрсек те көрдік біз пейілімізден дейді. Міне Европа бүгін осындай жағдайды бастан кешіп отыр. Ал 19 ғасырдың өзінде Абай осы дүниенің көрінетін және көрінбейтін сырларын айтып кетті. Абайдың 6 қара сөзінде айтады, өнер алды бірлік, бірлік алды тірлік дейді. Ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қайтсе болмақ, татулық қай елде болмақ. Қазақ ойлайды, бірлік асқа ортақ, атқа ортақ, дәулетке ортақ дейді. Жоқ, бірлік ақылға ортақ, малға ортақ емес. Абайды шығыс ғұламалары сияқты надандықты 3 топқа бөлінеді. Жалпы адамзаттың қас жауы надандық қой. Бірінші надандық, бұлар физикалық деңгейдегі надандық дейді. Отбасы, туысқаны, ағайын туысы, жора жолдастарын былай қойғанның өзінде қоғамдық заңдылықтардың нормаларын аяқ астына таптайды. Бүгін күнде оның бәрі көріп те отырмыз. Абайдың тамаша сөзі бар, ақыр заман жастары, қосылмас еспір бастары, бірі қастыққа қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойды жиғалы. Еңбекпен етті ауыртпай, құртырмен жиған дейді. Міне бүгінгі көріністегі осы. Ел мәселесіндегі келелі мәселелерді шешуде дөңгелек стол басына сыйса алмай отқандықтардың куәсі болып отырмыз. Өйткені Сириядағы қақтығыстарға ағайындық танытқан Қазақстандағы өткен жиналыстар осының куәсі. Мынауғы көшедегі аялдамалардағы отыратын орындықтардың мемлекеттік мүліктерге қиянат жасауы, міне осы физикалық надандықтың кесірі. Физикалық надандық бұл функционалдық сауаттылықтан келіп шығады. Екінші надандықты бұл ақыл ес надандығы дейді. Мұндай надамдар әлемнің даму заңдылықтарын білмейді, табиғатпен байланысуға шығудың орнына және оларға түбегейлі қарсы шығады. Кезінде Арал теңізінің суын құртып, миллиондаған гектарға мақта егіп, Қазақстанда ақ алтынға қарық қыламыз деген докторлық диссертациялар қосарылды. Міне бұлардың бәрі де ақыл ес надандығы. Үшінші надандық бұл рухани надандық дейді.
Алланың біреу екендігін білет, бірақ соған біле тұра түбегейлі қарсы шығады. Яғни дінді қолдағы саяси құралға айналдырады. Абай жолында тамаша бір Абайдың сөзі бар. Ел ақтаған бір ақын бар еді. Тілін безеп, жанын жалдап, байды сауып, сөз қадірін сол кетіруші еді дейді. Үн түзелген бір әнші бар еді дейді. Көрінгеннің қосшысы, әр кез, әр мырзаның атқосшысы. Ән қадірін кетіп, кетіретін солар еді дейді. Жалқысың ба, жарлысың ба, бұл кемшілік емес. Өнерлі ақын болсаң, асқақ әнші болсаң, жұрттың көңіліндегі мұңды түй, жұрттың көзіндегі жасты сүрт дейді. Міне, бүгінгі күндегі біздің ұстанымыз осы. Мұхтар Әуезовтен сұрайды ғой, осы дан адамдарда жақсылық пен жамандық қатар жүре ме деп. Сонда Мұхаңның берген жауабы бар. Шындан адамдарда тек қана жақсылық қана бар. Жамандық олардың түсіне де ғана кірмейді дейді. Бүгінгі қоғамда бірімізге біріміз жақсылық жасайық. Абайдың өзі айтады ғой, адал бол, байтап, адам бол, малтап дейді. Абайдың адал бол, байтап деп отқаны, дүниенің көрінетін, көрінбейтін сырларын меңгеріп, рухани байлықты айтып отыр. Осы байлықты меңгергенде ғана адал бол, байтап деп отқан осы. Құрметті әріптестер, құрметті желіні пайдаланушылар, біздің әр таңымыз Абай болып атуы керек. Сөзімнің аяғында айтар едім, әр ауылда бір Абай бар, бірақ оны танытатын мұқтар жоқ. Абай болып бүгінгі қоғамға ақыл айтайық, бүгінгі қоғаммен еркін сұхбаттасайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.